Ассаламуалейкум қазақ елі. Бүгінгі тақырып Мұрат Абділда не үшін сотталды деген тақырыпта болмақ. Бір-бірімізді жамандамайық, өзіміз азақ қазақпыз. Россияның қаншама депутаттар айтып отыр Қазақстанның жері туралы. Кеуді қазаққа яғни не істеген? Арыз жазған. Негізі дау ру арасында болған. Яғни Мұрат Абділда бір айтпай қойын, кім өзін көріп аласыздар, бір ру туралы жаңағындай өзінің сөзін айтқан. Балағат сөзбен айтқанда. Соны екеуі қазаққа яғни не істеген? Арыз жазған. Өзінің ар-ожданына тиісті деп. Түсіндіңіз ғой? Руға байланысты, тегіне байланысты. Сондықтан бұндай істер тек қана басқа ұлттар арасында емес, өзіміздің арамызда да болуы мүмкін. Яғни біз өзіміздің арамызда алауыздық тудырмауымыз керек. Сол не үшін сотталды өзім анықтап көрдім, заңгер ретінде сараптап көрдім. Қазір сізге үкімнің қандай бап бойынша шыққанын оқып шығайын. Алған жайт қылмыстық кодекстің 174 бабы 1-ші бөлігімен, яғни әлеуметтік, ұлттық, рулық, теңдік, тектік, топтық немесе діни алауыздық қоздыру тіркелді дейді. Күдікті ретінде Сауран ауданының тұрғыны анықталды. Жан-жақты тергеу амалдары жүргізіліп, сараптама тағайындалған. Жинақтаған іс құжаттары негізінде қылмыстық іс 2021 жылы 30 қаңтарында айыптау актісімен бірге Сауран аудандық прокуратурасына жолданған. Қоғамда алауыздық тудыратын әрекеттерін қоймай, өзгенің ар-намысына тиген орта жас шамасындағы тұрғын 31 наурызда Түркістан қалалық сотының үкімімен 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды деп шықты информацияда. Енді қараңыз, бұл жерде шынымен де қалай болған? Бұл кісі басқа бір кісінің руына, яғни өзінің шыққан тегіне байланысты тіл тигізген. Бұл мына ұлтаралық болмаса жаңағындай бір нәсілдің арасында алауыздық тудыратындай сөздер айтылған. Соның негізінде бұл кісіге 5 жыл айыптады, 5 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкімін шығарды. Қаншалықты әділ емес екенін оны әрине сот өзінің сараптамасында, өзінің шешімінде көрсеткен. Бірақ енді мен сіздерге айтарым, мына интернетте біз қазір бәріміз қолданамыз. Осындай жауапқа тартылмас үшін интернетте өз сөзіңіз сараптаңыздар. Яғни сіздің сөзіңіз ұлтаралық шиеленіске әкелмеу керек. Болмаса рулық шиеленіске әкелмеу, трайбанизмде шиеленіске әкелмеу керек. Яғни сөздеріңізді сараптап айтуыңыз керек. Онымен қоса, бұл кісі бұған дейін де сотталған екен. 2 рет сотты болған екен. Соның барлығын ескере отырып, алдындағы соттылығы бойынша ешқандай сабақ болмаған ескере отырып, сот ең ауыр жазасын, яғни 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын қолданған. Әрине қазір тыңдап жатырмыз, блогерлардан апелляциялық шағым беріпті. Әлі бұл соңғы сот үкімі емес, әлі тағы да шағымдан басқа да соттың жаңағындай үкімі, соттың қаулысы шығуы мүмкін. Бірақ бұл бізге сабақ болу керек. Қазіргі таңда сіз білесіздер, мына Ресеймен не болып жатқан, Украинамен не болып жатқан, бөлінгенді бөрі жейді дейді. Егер біз қазір өзіміздің ішімізде осылай бөлінетін болсақ, ұлтаралық жанжалы тудыратын болсақ, бұны қолданғысы келетін азаматтар өте көп. Sonra қолданып кетуді мүмкін. Өздеріңіз білесіз, қазір мына русофоб дейді, басқа да нәрселер көп жаңағындай информация түсіп жатыр. Сондықтан бізге бірлік керек. Тем более қазіргі ситуацияда бірлік керек. Бір-бірімізді жамандамайық, өзіміз азақ қазақпыз. Басқа ұлтты да жамандамайық. Өйткені бізге қазір бірлік пен барлығын ынтымақтастық сақтап отырып, бір үлкен қауіптен сақтауымыз керек өзімізді. Өйткені естіп отырсыздар, Россияның қаншама депутаттар айтып отыр Қазақстанның жері туралы. Ол жерде қаншама орыс азаматтар тұрады, оларға тілдік шектеу көрсетіледі екен деген сияқты. Біз сол шектеу жоқтығын көрсетуіміз керек. Яғни осындай сөздерден абай болып, сөзімізді сараптап, дұрыстап сөйлеуіміз керек. Яғни грамотно болу керек бар сөздеріңіздің барлығы.
иә, айтыңыздар, айтпа деймін, өз позицияңызды айтыңыздар, бірақ айтқан кезде де сараптап, дұрыстап, жауапқа тартпайтындай қылып сіздерді айту керек. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Егер сұрақтарыңыз болса астына жазыңыздар, хабарласыңыздар, тіркеліңіздер.